Ал Қостанай облысында аграрлық несие корпорациясының инвестициялық жобалары сәтімен жүзеге асуда. Соның бірі мал бордақылау алаңдарын дамыту. Терра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі корпорациядан 2 рет жеңілдетілген несие алып, мал бордақылау алаңын 7 есеге ұлғайтқан. Кәсіпорын соңғы 1,5 жылда 2,5 мың тоннадан астам ет экспорттады. Сондай-ақ түрлі салықтық төлемдер төлеп, ауданның экономикалық әлеуметтік саласына айтулы үлес қосып жатыр. Терра жауапкершілігі шектеулі серіктестігі бір мезетте 22 мың бас ірі қараны бордақылайтын санаулы алаңның бірі. Кәсіпорын осыдан 11 жыл бұрын ашылғанда 3 мың басқа шақталған екен. Мал бордақылау алаңын 2016 жылы 12 мың басқа, 2018 жылы 20 мыңға ұлғайту үшін аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамынан 2 рет қаржылған. Бұған қоса ірі қара мен оның жем-шөбін сатып алуға несие ресімдеген. Компанияға жалпы құны 2,7 миллиард теңге инвестиция салынды. Финансирование было произведено по льготным условиям. Қаржы жеңілдетілген несие арқылы берілді. Үстемақысы субсидияланып, бізге 6% есептелді. Бордақылау алаңын кеңейтуге аграрлық несие корпорациясының қосқан үлесі зор. Жоба құнның 70%-ын қаржыландырды. Ауыл шаруашылық саласын осы корпорация арқылы қаржыландырған тиімді. Несие 10 жылдан астам уақытқа беріледі, әрі төлем жасау кестесі ыңғайлы. Кәсіпорын ет экспорттауға қажеттінің бәрін өздері жүзеге асырады. Асыл тұқымды малға шөп өсіріп, жем әзірлейді. 120 басқа арналған қасапхана мен ет өндіру цехы да бар. Мал бордақылау алаңдарын инвестициялау аграрлық несие корпорациясы қызметінің басты бағыттарының бірі. Бүгінде еліміз бойынша 35 миллиард теңгеге 39 бордақылау алаңы қаржыландырылды. Оның 5-і Қостанай облысында орналасқан. Мал бордақылау алаңы инвестицияны алу үшін кәсіпкер ең бастысы жобаның сомасының 15%-ын өз қаражатынан төлейді. Сонымен қатар инвестицияның 70%-на дейін өтімді кепілді қамтамасыз ету беру керек. Бордақылау алаңына алынатын малдың салмағы 200 келіден кем болмауы тиіс. Аграрлық корпорациясымен қаржыландыру арқылы Терра серіктестігі кәсіпорынның өнім өндіру көлемін 7 есеге ұлғайтты. Соңғы 1,5 жылда кеден одағы елдеріне 9 мың бас ірі қара экспорттаған. Елдің экспортты потенциалын көтерумен қоса ауданның экономикалық әлеуметтік дамуына да тың серпін берді. 130 ауыл тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып, жыл сайын жергілікті бюджетке 350 миллион теңге әртүрлі төлемдер жасайды. Гүлнұр Мұратқызы, Ғабиден Жоқышев, Атамекен бизнес Қостанайдан.